Андан кейін бізде мынау елдің аң сезімін көтерішіміз керек та. Елдің духы аябай түшіп қалды. Кімді етішті білмейді. Жұрт атасы деген, мындай бір сүйрешкелікте жұрттың атасы жоқ болуды да азыршы. Парламент туғазды, жұрт атасы туғазды, өкімет туғазды, кім туғауыз, өр туғазды, кім туғауыз. Біреуін етішіміз керек та, бізде идеологиялы. Ушул жолда мен мындай жеке дагы өзүнчө кайрылам жана мен биринчиден илимсиздик, экинчиден мусулманбыз дейбиз, бирок шариат менен жашабагандык. Атыбыз мусулман да, мен Америкада бир жыл жүрдүм. Американецтер мусулман эмес да, бирок жылмайып саламдашат, баягы жылмайып садага дегендейчи. Лос-Анджелесте 6 ай жашадым, Питтсбургда 4 ай жашадым, Чикагода жүрдүм, Нью-Йоркто жүрдүм. Бирок элдин аң сезими мындай көтөрүлгөн да. Бизде ушул президент дагы өкмөт дагы Абылга Алугазиев депутат 120-сы бирөө билбейби, эл аябай негативдешип кетти. Өлдү, актаасынды сойду, зорду деген жаңылыктар элдин мындай коомуна утулуп болуп кетти дагы. Адам бир эле мына баланы бүлгөп койсо канча кыжалат болосуң да. А өлдү, актаасынды сойду, зорду 5 жашар баланы сойтуктады, минти антты. Мындай как будто бир идеология болуп калды азырчы. Эл өтө мелез болуп калды. Мына жерде бирөө ичип жатат десе, карабай өтүп кетеби, ушундай бир мелездик алып кетип да. Бул Кыргызстанда 14 миң эл катталган дейт. Неправительственный организациялар каржыланат буларчы. Ар бир телевидениеге сайттар, мисалы, Т-медиа деген бар ошто, дагы бир Токой, дагы бир оюнчак бар, аттарын эстеп атам. Америкада каржыланат. Булар элдин аң сезимин бузуу үчүн ушу Кыргызстанда иш жүргүзүп атат. Жалаң жаңылык элдин духун бүтүрүш керек. YouTube'da kara, өлді, аптасını сойду, бардығы агрессивді. Бұл баяғы, Джон Кехоның баяғы ақылды күші чексіз деген кітабы бар. Ойлан оқығасыздар. Ол кітапта айтып жатты, мысалы үшін адам ертеңгіден тұрғанда денеңді 100 сомдық зарядка менен тұрдың да. Келіп телевизорды сайтқа сайған коррупция, өлді, аптасını сойду, зорды. Адам духы түшті уже. Енді жолға шықты, светофор 1 секунд тұрып қалса, не үшін деді, айдырайсың сигнал бас. Қолымды қайқап кетіп отырсыз, кейін жетемейді. Мен мына тойды бір жұмада жолға салып беремін, ақылымдағы күшімдар, өкімдар жетеді да. Неужели деді, 120 депутат елді өкім отырады. Бұлға чол ақылың керек жоқ. Бұла жөбелі 453 айлық өкіметтің атынан, президенттің атынан, жауапкершілік атынан хаттарды жөнелтіш керек. 450 қағазды шығарып, мынандай отырып копия қылып, анан әрбір айылға айыл басшыларына ошол хат жетіш керек. Айыл басшылар әрбір той кыламын деп аткан болсо, чакырат айылда той кылбаса, кийин ресторанда той кылып, ошто 45 ресторан бар экен. Ошто 45 ресторан, эсептеп көрсөң 200 миңден чыгып кеткенде күндө 9 миллион сом кетип атат. Азыр ошто, именно ошто. Колдор деңизге күрүшүп калды. Тойда ақырында аш жембейді мысалы үшін, мен күнде көріп отам. Мен аштым, не қыласыңдар азыр, жеме қойды десең, мына қынарда қойларға боямыз болды, қойлар. Ашылы да. Мен көрдім, зенімге, кеше 92 жылы, орышты түштікші айтқанда, мәке, адам тіліне айтқанда, жүгері жеген бұлдырды ұтып қалды, қырғызшы ашылы. Тойларға чектеу қойып, тойды жолға салыш керек, егер дүние ашылсаңыз, той ресурс болып қалды, көрініш, мақтаныш болып қалды. Қыздардағы той açılsa, sosyalda Zakska açılып, жеңілсе 500 жылдан шақырып, кечеде алайда тойды болды. Елді қалағы бір көлген. Мен әлі президентті Ақаевтан баштап барын туратында бұндай. Елдің дұқы түшіп қалды. Бүгін ойланып отырады, бір сүрдің 3 мың соңына ешматқа бошын керек, бір алуын ақыл керек, 5 мың соң ташматқа бошын керек, ошын ойланып отырады. Қолдары сандыраға шығып сөйлешіп, қарапайым қалып қойды. Тойға тажатық деді, тоқтасауылық деп қалды. Мен маға жағы олап мысалы үшін, тыйын 15-20 мыңдан тоғам мен ашығы. Жоқ жалпы елді қарап тұрып, тойды жолға салса, өтмесе өзгереді. Анам, неге исламмен жашабаймыз да, болға бәрі келеміз біз шық. Жалған айтамызды қалып, башқа светский деймізді, бәрі ислам шариатына келеміз, иншалла да айтайын. Баяғы хизбут дейшіміздің, башқа дейшіміздің, талан айым қалта дейшіміздің, Алла Тағаланы көрсөткөн жолу менен жашашыбыз керек да, жасалма жашоонун аянды жашоого өтүшүбүз керек. Мен оштун медиа таңдалган деп айткан ишенеш. Ушул акча ушундай болсо мен мында некеси жасайм ишти. Колдон келип мен уштуу үчүн. Ошто туруп Россиянын 24 шаарында мисалы
konsertler uyuşturuyor. Konsertler olay bu uyuşturuyor. Şu yerde çakırışlara değil. Tenderlerde misal için bu münevcede 19 milyon dolar esnara bayağı podium kuruldu. Ben bana esintledim şunu. 32 milyon anlatmadan olsa ben jerileri sağ sattım. Seninle düşündüm var üstüne koyacak ya. Bir iki jeri sağ sattım da kızım böyle yaptı. Grup kesi orada oturan ayar bakmasın. Uyuşturucu işlerde ben anlaşılır için. Canlar vereyim, telefonda alışayınız, Caner sen aktif diyor. Yaşların arasında çıkan deputatsın. Bu Cihima'da deputat söylüyor da. Var mı bilen ben? Elmas'tan çıkan Casan'la artist. Ama Caşo'da bu demesini biliyoruz mu deputatlar? Babam böyle cürdüm, kendi pek taşıyıp böyle cürdüm. Şu şahane derken, neden şu şovun konsertler böyle, böyle sonra jolun için hiç gelmeyip tanıda. Ama bırak şöyle tam katım, nereye geçerler hep zamana koyayım. İşemmeyiz hiç. İşemmeyiz. Bunu ne yapar, yürü taşta koydum da onu hiç. Biz de yani yaşam olsak da, öyle uzdursa biz, ne de Kırgızistan'a şu gün çalan da, adam dağıtılmasıyla, şunu Münşehir'de Cumhuriyet Sandık, Özbekistan, Cıl'da geçen Özbekistan saytında şöyle 1.200.000 Kırgızistan'a işlerine kapsız oldu dedi. Bu degen neyse, 106 milyon çok olsun. Elementarlı, boşta militseler, 3 gün sonra, 5 gün sonra Roskan işleme ilimler var. 5-6 tanışlarım var. Cömle tırıştırın akşasını alıyor, o şekilde aynı varsa $200, aynı varsa dayakları. İşte ne o şekilde hiç. Bu şunu, Amerika, parlament, Özbekistan'dan 300.000 Grazdan'ın çıksa, 2 yıl sonunda her birine bakımda nemede koydular, social security nemece, analizce, Rusçası, Raboçi bakı, işleyen ruhsat. Ayında 2 yıl sonunda bir post ağlatlıktır, hayat kanallarını özletti, ustalar işlettim. $60 milyon çok geldi, 7 ayda, cazdan kuzguçu.